Сәлем қыздар, бүгін сіздерге мынандай қарама-қарсы құрағын екі түрлі матамен атлас паркерінің және велюр матасынан тігіп көрсететін боламын. Ол үшін бізге 12-12 табақша қажет. Бөз матасынан жақсы тығыздықта болса, және де бізге екі түрлі мата, бұл лента атлас лентасы, атлас лентасының артына флизелин жабыстырылған. Табақшаның центрін тауып алып, атлас матасының 3/3 размер орналастырамыз. Бетіне велюрдан 3/3 размерлі квадратымызды қойып, лапканың бойымен бір тігіс жібереміз. Қолмен үтіктеп, қолмен әрдайым үтіктеп отырамыз. Артқа беріп, бұл жерде мен жіпті үзбей тігіп отырмын. Келесі бізде велюр матасы кетеді. Лентаның бойымен түзу ұстап отырып тігіс жүргіземіз. Әрдайым матаны ашқан кезде үтіктеп қолмен үтіктеп отырсаңыздар жақсы жатады. Байқасаңыздар, міне матаның ұшы диагональ сызықтарға келіп отыр. Бұл дегеніміз біздің құрақ түзу тігіліп жатыр деген сөз. Сол үшін әрдайым осы диагональ сызықтарға мән беруге тырысыңыздар. Келесі бізде атлас матасы кетті. Атлас матасы өте сөгілгіш келгендіктен, бұған біз астына флизелин міндетті түрде жапсырамыз. Көріп тұрсыздар, ұштары келіп жатыр. Соған мән береміз. Келесі мата бізде атлас тағы да. Міне осылай екі жағы атлас, екі жағы велюр болып, кезектен кезек тіге бердік. Мынау ақырғы жолы бізде. Құраққа қатысты, құрақтың түзу шығуына қатысты 4-5 қағида бар. Соларды дұрыстап ұстанып отырсаңыздар, ол менің өзімнің осы Instagram парақшамда да бар, YouTube каналымда да бар ол туралы видеолар. Сол қағидалар дұрыстап ұстансаңыздар, мына параллель жатуы ленталардың және диагональ сызықтарға ориентир ұстауымыз бар. Сондай тағы да бірнеше ұстансаңыздар, бірнеше жолын құрақ түзу шығады. Құрақ түзу шықса, әрине жұмысыңыз да сапалы, әдемі көрінетін болады. Міне атласты бітірдік. Байқасаңыздар, тура 12-12 табақшамен бірдей келіп түсті. Бұл дегеніміз тігісті ровно 0,5 ұстап отырсаңыздар, табақшаға түзу түсу керексіздер сіздер. Міне біз құрағымызды аяқтап қалдық. Енді жан жағынан тігіс жібереміз. Артық қалған маталарды кесіп, құрақты түзейтін боламыз. Міне құрағымыз дайын болды. Шет-шетінде шығып тұрған
артық маталарды кесіп құрағымызды түзейміз. Әрине бір дегенде бұндай түзу шықпауы мүмкін, бірақ сіздер әрине қолдарыңызды жаттықтырасыздар. Әрдайым практика ғой, әрдайым практиковать етіп тіге берсеңіздер, сіздерде де түзу құрақ шығады бұйырса. Ең бастысы ерінбей, жалықпай, жұмысты қайталай беру керек, қолды жаттықтыру керек. Сіздерге сәттілік.